Егер де сіздің холодильнигіңізде мынандай артында решетка мынандай жабатын темірі тұрған болса, онда алып тастауыңыз керек. Неге десең, мынандай болып бітеледі. Міне, мына жер бітеледі. Сосын барып, мынандай болады. Мынау деген радиатор, вентилятор салқындатып тұру керек. Егер ауа жүрмесе мынадан ортасынан, ол қайдан салқындатады? Ақыл жете алмайды. Сол себепті бұны тазалап тұру керек. Мынаны шешесіз, темірін шешіп алып тастайсыз. Кімнің үйінде мынандай бар, артын қараңыз. 5 шуруппен тұрады, 4 шуруп, 5 шуруп. Сосын мынаны тазалайсыңыз, қайтадан орнына қою керек.